Қазақстанда жоғарғы сот, облыстық соттардың судьялары мен алқа төрағалары және аудандық соттардың төрағалары мен судьялары конкурстық негізде іріктеліп алынады. Конкурс шеңберінде талапкердің нақты қандай судьялық лауазымға тағайындалатыны анықталады. Қазіргі таңда судьяларды конкурстық іріктеу, үміткерлерді бағалап, іріктеп алудың көп сатылы жүйесі. Конкурсқа қатысуға құқылы тұлғалар: біліктілік емтиханынан сүрінбей, тағылымдаманы ойдағыдай аяқтағандар, сот төрелігі академиясының түлектері, жүйе ішінде басқа лауазымға ауысқысы келген қызмет атқарып жүрген судьялар, қызметінен босағанына 5 жыл толмаған бұрынғы судьялар. Судьялық лауазымдардан дәмелілер конкурстық іріктеудің келесідей кезеңдерінен өтуі тиіс. Бірінші кезең: құжаттары қабылданып, олардың қойылатын талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Екінші кезең: үміткерлер автоматтандырылған компьютерлік бағдарламамен бағаланады. Үшінші кезең: конкурстық комиссиямен кешенді бағалаудан өтеді. Төртінші кезең: бағалаудың қосымша амалдары қолданылады. Бесінші кезең: үміткерлермен біліктілік туралы сұхбат жүргізіледі. Алтыншы кезең: конкурстық комиссия үміткерлерді отырысында қарастырады. Жетінші кезең: үміткерлер жоғары сот кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылады. Бірінші кезеңде жоғары сот кеңесі бұқаралық ақпарат құралдарында және ведомствоның ресми сайтында конкурстың басталуы туралы хабарлама жариялайды. Мұндай хабарламалардан құлағдар болғыңыз келсе, сайттан мәлімдеме алып отыру үшін жазылуға болады. Конкурсқа қатысамын дегендер кеңеске тиісті өтініштерін жолдап, қажетті құжаттарды тапсырулары қажет. Тиісті құжаттардың толық тізімі жоғары сот кеңесінің ресми сайтында келтірілген. Мұнан соң жоғары сот кеңесі аппаратының қызметкерлері құжаттарды қойылатын талаптарға сәйкестігін тексереді. Бірінші, үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптарына, екінші, заңнамамен бекітілген талаптарға. Конкурсқа қатысуға рұқсат алған тұлғалар тізімі жоғары сот кеңесінің ресми сайтында жарияланады. Егер сіз сайтқа жазылсаңыз, сізге тиісті мәлімдеме жіберіледі. Егер үміткердің құжаттары талапқа сәйкес келмесе, онда оған себебі түсіндіріліп, құжаттары қайтарылады. Үміткер конкурсқа қатысуға рұқсат алған соң цифрлық кезең басталады. Бұл кезеңде компьютерлік жүйе автоматты түрде үміткерлерді олардың көрсеткіштері бойынша жіктейді. Келесі кезеңде конкурстық комиссия жіктелген критерийлер бойынша кешенді бағалау жүргізеді. Яғни комиссия мүшелері цифрлық жүйеге салуға келмейтін мәліметтерді зерделейді. Мысалы, психологиялық тестілеу мен полиграфологиялық зерттеу қорытындылары, жұмыс орнынан берілген мінездеме, әкімшілік жауапкершілікке тартылуы, сот төрелігінің сапасы, алимент, салық бойынша қарыздары және тағы басқалары. Бұдан бөлек, судьялыққа үміткерлерге бағалаудың қосымша амалдары қолданылады. Мысалы, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерге талапкерлер туралы теріс ақпарат бар жоғын анықтау үшін мониторинг жүргізіледі. Әрбір үміткер туралы азаматтардан пікір сұралады. Ол кеңестің ресми сайтына жолданады. Бұған қоса, үміткерлер заңгерлер мен журналистер кіретін соттар мен қарым-қатынас кеңестерінің отырыстары және облыстық соттардың пленарлық отырыстарында тиісті қорытынды алады. Адвокаттар қоғамдастығының пікірі мен азаматтардың шағымдары да есепке алынады. Судья болып көрмеген тұлғалар эссе жазып, кейстік тапсырмалар орындайды. Мұнан соң үміткерлердің біліктілік деңгейін анықтау мақсатында олар конкурстық іріктеу жөніндегі комиссия мүшелерімен сұхбаттасуға шақырылады. Оның құрамына судьялар, адвокаттар, құқық профессорлары, заңгерлер қоғамдастығы мен прокуратура өкілдері және HR менеджмент саласының мамандары кіреді. Сұхбат барысында үміткердің судья лауазымына қажетті қабілеттері зерделенеді. Сұхбат онлайн форматта да өткізілуі ықтимал. Оның нәтижелері 2 жыл жарамды болады. Келесі кезеңде жоғары сот кеңесі жанындағы конкурстық іріктеу комиссиясының жалпы отырысы өткізіледі. Кейін жоғары сот кеңесінің отырысында мемлекет басшысына судья лауазымдарына нақты үміткерлер ұсынылады. Бұған дейін судья болмаған тұлғалар президент жарлығы шықпайынша арнайы тексеріске жіберіледі. Толымды ақпарат жоғары сот кеңесінің ресми сайтында келтірілген.